Mercedes 210 жігіттер, объем 2,8 ровно. Бірақ 104 мотор рядный. Орташа дауыс қана қосу керек, бұған барқытып керек емес, өйткені 104 моторлардың дауысы қатты трассада әсер етіп, қатты шығып кетеді. Бас! Бұл, өшіре сал. Мұнда артықла жоқ. Бұтаның ішін өзгертем, бұйтса бәрі оригинал екен. Бағана жолда кеткен кезде кішкене нетіп едім, оригинал, бәрі оригинал екен, бағы жоқ. Көбі сондай полисті салып тастайды былықтырып. Бөтелетті үшін. Шарылдап осы қатты дауыс береді сол. Ох, ё-май, нас несей. Маңараңдар. Ой, ё-май, тері бірдеңе дайын тұрды. Тері мені бір катализатор не бачу. Ішін көрсетейін. Бітек қойған мен, 32-лік тұруға. И бітек ары қарай. Не жоқ, просвет жоқ. Көлденең қойып тастапты. Жан-жан тесік өте сақ. Байқұс жүздер мотор. Көрсетейін дедім сіздерге міне. Бұл бітеу. Бітеп тастаған жігіттер байқау керек. Тесіктердің қарқанды кішкентай. Салып болды. Жігіттер бұйыртса. Алдыңа жағын қыңқылдырған жерін ашып, катализаторный бачоктарын алып, артқы бачогын подайын жасап жүрдім. Ну-ка, от алдыр. Бұған орташа дауыс қостық. Қатты емес. Қыссын ба? Ал, басады, бас. 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 Жануар. Нет, атыс қысташ. Тағы бір бас. Ал көрек. Бас! Жануар. Мынандай тартысына таң қалып отқан сияқты қазір көреміз эмоциясын. Машина шетіп қойғаш. Айон болып қойды ғой. Доп, остановись. Парк болып қой, газ бас. Мынау средний дауыс жігіттер, мынау 104 мотор. Тарты ма? Тартмай өт болды. Сұмдық болды ма? Эмоция түріңде өтір ғой, сен таң қалып отырсың кәне. Алдында қалай түншіп жүрген ме? Жаңа сен сместа жүрген кезде сразу байқалды ғой. Ұшып тұр машина. Бұл әлі еще ашылады.